Some, any, no есімдіктері және оның туындылары. Some есімдігі азғана, аздаған, бірнеше деген мағынасын білдіреді. He made some models of airplanes. I have some apples. Some есімдігі бірнеше деген мағына білдіреді және есептелетін зат есімдердің алдында қолданылады. Some carrots. Some potatoes. Some bananas. Сонымен қатар, some есімдігі аздаған деген мағына білдіреді де, есептелмейтін зат есімдердің алдында қолданылады. Some milk. Some cheese. Some honey. Сұраулы сөйлемдерде some есімдігі әдетте any есімдігіне ауыстырылады. Сұраулы сөйлемдерде any есімдігі бірнешеу, әлденешеу деген мағына білдіреді. Болымды сөйлем. There is some strawberries on the plate. Сұраулы сөйлем. Is there any strawberries on the plate? Есептелетін зат есімдер қолданылатын сұраулы сөйлемдер. Are there any lemons on the table? Yes, there are some. Есептелмейтін зат есімдер қолданылатын сұраулы сөйлемдер. Is there any soup in the plate? Yes, there is some. Болымсыз сөйлемдерде some есімдігі әдетте any немесе not any есімдігіне ауыстырылады. Болымсыз сөйлемдерде any есімдігі ешқандай, еш нәрсе деген мағына білдіреді. I do not have any idea. I don't have any idea. Болымсыз сөйлемдерде not any есімдігінің орнына no есімдігін қолдануға болады. I have no idea. Any есімдігін болымды сөйлемдерде де қолдануға болады. Кез келген, қайсысы деген мағынасы бар жағдайда. Any person wants to be happy. You may call me anytime. Өтініш және ұсыныс білдіретін сұрақтарда some есімдігі қолданылады. Can I have some bread? Would you like some tea? Some, any, no есімдіктерінен шыққан туынды есімдіктер мен істеулер кестесі. Something, бірдене, бір нәрсе. Anything, бірдене, не болса да. Nothing, еш нәрсе, ештене. Somebody, someone. Біреу, әлдекім, әлдебіреу. Anybody, anyone. Біреу, әлдекім, кім болса да. Nobody, no one. Ешкім. Somewhere, бір жерде. Anywhere, бір жерде. Nowhere, еш жерде, еш қайда. Some, any, no есімдіктерінен шыққан туындылар зат есімсіз өз еркімен қолданылады және бастауыштың немесе толықтауыштың рөлін атқарып, сөйлемде тек қана жекеше түрде қолданылады. Give me something to read. I want to go somewhere nice this evening. Body немесе one сөздері арқылы құрылған туынды есімдіктер жанды заттармен, ал thing сөзі арқылы құрылған туынды есімдіктер жансыз заттармен қолданылады. Somebody is knocking at the door. Something has fallen to the floor. Body және one сөздерінің айырмашылығы. Body көптің ішінен алынған біреу туралы, ал one нақты біреу таңдалып бірақ аталмайды. Somebody has come. Біреу келді. I know someone who can help you. Сізге көмектесе алатын біреуді білемін. Сұраулы сөйлемдер. Can you tell me anything about this town?
Is there anybody at home? Болымсыз сөйлемдер. There is nothing in the box. My friend didn't see anybody at the park.